Біз қазір Бесағаш шекара бөлімшесінің оң жақ қапталындағы мемлекеттік шекарасында келе жатырмыз. Біздің басты мақсат мемлекеттік шекараны күзету. Ол тікелей бізге байланысты. Мемлекет шекараның қауіпсіздігі, мемлекет шекараның тек қана берік болуы осы шекараға байланысты. Әскери адам болғаннан өзінің тәртібің мықты болу керек. Біріншіден, екіншіден жауапкершілік мықты болу керек. Сен мысалы қалада әшейін жүрген адамға қарағанда өзіңді бұл жерде жауапкершілікпен сезінесің. Күнделікті қызметке түсер алдында жеке құрам, сарбаздар, келісімшарт бойынша әскери қызметшілер іс кесу қалашығына келіп, іс оқу жаттығуын өтеді. Іс оқу жаттығуы өте маңызды орын атқарады. Өйткені қызмет атқару барысында қандай да бір мемлекет шекара бұзушы байқалған уақытта ең бірінші ол ізді анықтау керек. Ізді мысалға мемлекет шекарадан Қырғызстан бетке қарай немесе Қырғызстаннан Қазақстан Республикасына өтіп кетуі мүмкін. Сол себепті іс оқу жаттығуы өте маңызды рөл атқарады. Шекараның ерекшелігі бұл жерде өзге елмен, өзге мемлекетпен шекаралас болғаннан кейін бұл жерде қиындығы да бар, оңайы да бар. Соған төзімділікпен қарау керек. Біріншіден, екіншіден өзің шетте жүргеннен кейін, мемлекеттің шетінде жүргеннен кейін жауапкершілік өте мол болады өзіңде. Бізде қызмет оңай емес, өте қиын. Көріп тұрғаныңыздай 10 метр былай айтқанда Қырғызстан Республикасы. Ол жақтан қандай жау келеді, кімдерге ол белгісіз. Сол себепті біз әрқашан ұдайы қырағылықпен қызметімізді ұйымдастыру тиіспіз. Бұл жерде қызмет атқарып жатқаныма 1 жыл болды. Итіммен жүргеніме маған 2 жыл болды. Итімді үйретіп, өзімен осындай шекара қорғауда, шекара күзетуде қызметке шығамын осылай. Иттің аты Тайлер деген. Бельгия овчаркасы Малинуа деген Тайлер иттері. Қазір шекара қызметінде көбірек пайдаланатын осы иттер. Бізде 3 минут уақыт береді, соның ішінде үлгеру керек қой бәріне.